Сәлеметсіздер ме? Бірінші есеп. Бөлінгіш бөлгішке қарағанда 144-ке артық. Бөлінді 5. Бөлінгіш нешеге тең? Бөлгіш нешеге тең? Бұл жерде біз бөлудің компоненттерін еске түсіріп аламыз. Мынау бізде бөлгіш болсын, я? Мынау бөлгіш болсын. Бөлінгішті және бөлгішті сұрайды. Ал бізге айтады, мына бөлінгіш дейді. Бөлгіште, бөлгіш болса, сода 144-ке артық. Сонда мына жерде қанша бар екен? 144 бар екен. Ал енді біз бөліндінің 5-ке тең екенін біліп тұрмыз. Сонда Бөлгішіміз бір бөлік болса, бөлінгіштің қалған бөлігі бөлгіштен 144-ке артық болып тұр. Бөліндінің мәні 5-ке тең болып тұрса, біз мына бөлгішті неше бөліктен тұратынын анықтап алайық. Ол үшін біз 5-те 1-ді азайтамыз. 4 болады. Мына 144-тің ішінде 4 бөлік бар екенін білдік. Сонда біз осыны тауып алсақ, біз бөлінгіштің нешеге тең болатынын таба аламыз. Және бөлгіштің нешеге тең болатынын таба аламыз. 144-ті 4 бөлікке бөлеміз. Сонда 36 шығады. 36 дегеніміз бөлгіш. бір бөлігімізде бізде 36 бар екен. Ал енді Мына бөлінгішті қалай табамыз? ол үшін мына 5-ті біз 36-ға көбейтеміз. 36 көбейту 5 тең 180. Сонда біздің бөлінгішіміз 180-ге тең екен. Тексеріп көрейік. 180-нен 36-ны алып көрейік. 180-нен 36-ны алып көрейік. Азайтатын болсақ, онда 144 шығады. Ол 144 дегеніміз мынау артық бөлігі. Ал енді 180-ді 5-ке бөліп көрсек, 5 бөлікке бөліп көрсек, 36 шығып тұр. Сонда біздің бөлінгішіміз 180, бөлгішіміз 36-ға тең. Екінші есеп. Алманың салмағы шиенің салмағынан 28 килограммға ауыр. Алманың салмағы шиенің салмағынан 5 есе артық болатын болса, онда алма неше килограмм, шие неше килограмм? Есепті шығарып көрейік. Мынау біздің алманың салмағы, я? Бұл алма. Алма шиеден 5 есе артық тұр. Мынау бізде шие. Мынау алманың салмағы, мынау шиенің салмағы. 28 килограмм. Мынау қанша килограмм екенін сұрап жатыр бізден. Және алманың қанша килограмм екенін сұрап жатыр. Мынау біріншісі бізде алма. Екіншісі шие. Алманың салмағы 28 килограммға ауыр. Шиеден 28 килограммға ауыр. Бірақ алманың салмағы шиеден 5 есе артық. Олай болса біз мына жердегі бөліктер бойынша есепті шығарып көрейік. Шиеден алманың артық салмағы 28 килограмм болса, ол 5 есе артық болса, біз мынау бастапқы бірдей бөлікті, мына бөлікті, шиенің бір бөлігі мен алмадағы бір бөлікті біліп тұрмыз, екеуінің бірдей екенін. Сондықтан біз мынау 28 килограмм бұл артық бөлік қой. Осы артық бөліктің ішінде неше, артық 28 килограммның ішінде неше бөлік бар екенін біліп алайық. Біз 5 есе артық екенін білеміз. 5-тен 1-ді азайтып
4 бөлік бар екенін біліп аламыз. Мына жерде 4 бөлік бар. Енді біз 28-ді осы 4 бөлікке бөлсек, бір бөліктің ішінде қанша килограмм бар екенін біліп аламыз. Демек, бұл мына жерде бір бөлік болғандықтан шиенің салмағы 7 килограмм екен. Бұл шиенің салмағы. Ал енді алма шиеден 5 есе артық екенін білеміз. Біз 7-ні 5-ке көбейтеміз. 35 шығады. 35 шықты. 35 килограмм бұл алманың салмағы болса, 35-тен 7-ні азайтып тексеріп көрейік. 35-тен 7-ні азайтсақ, 28 шықты. Бізге басында айтқан еді. Алма шиеден 28 килограмм ауыр деген еді. Міне 28 килограмм ауыр екенін таптық. Демек, есептің жауабы шиенің салмағы 7 килограмм, алманың салмағы 35 килограмм. Есеп түсінікті болса, мына келесі есептерді өз бетінше шығарып көр. Шығарған есебіңнің жауабын комментарийге жаз.